Саламатсыздар ма? Мен Қопа орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Жұмали Еркіназ. Жоба тақырыбы қазақ хан сұлтандарының бейнесін образдаудағы мәшһүр Жүсіп шеберлігі. Бізде негізінен жоба мазмұны кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиет тізімдерінен тұрады. Толығырақ айтып кеткен кезде, тәуелсіздік алғаннан бері ғылыми жұмыстарды жүргізіп отырған мәшһүр Жүсіптің шығармаларындағы әр тұлғаны жеке дара танып білу біздің жобамыздың өзектілігі болып табылады. Қазіргі кезде рухани жаңғырудың нәтижесінде жариялауға рұқсат берілген мәшһүр Жүсіптің тарихи әдеби шығармаларындағы есімі ерекше аталған хан сұлтандардың бейнесін ажарлау ғылыми жобамыздың негізгі мақсаты. Ғылыми жобаның гипотезасына тоқталып кететін болсақ, мәшһүр Жүсіп тарихи қолжазбаларын жазу барысында аты аталған тұлғалардың ешқайсысын бөліп жармаған, олардың өзінің әлеуметтік саяси жағдайына, жасаған істеріне, қызметтеріне аса мән бермеген, ол әр адамды жеке тұлға ретінде сипаттаған. Оны қазақ түбі атты қолжазбаларын негізге ала отырып, мәшһүр Жүсіптің тарих пен әдебиетке қосқан үлкен үлесі бар. Бұл бізде ғылыми жобаның жаңашылдығына кіреді. Қорытындылай кеткенде, ғылыми жобада қамтылған өзекті материалдар мен тың деректер қазақ этнографиясы мен тарихына, этнографиясы мен этнологиясына үлкен, орасан зор үлесін қосты. Келесі бізде кіріспе. Ғылыми жобамыздың тақырыбына арқау болған мәшһүр Жүсіп Көпейұлы негізінен шын көпжасар, орта жүздің арғын руынан тараған деседі. Ол саяхатшы мен жиһанкез, өзінің публицист, көрнекті ақын, яғни өзінің атасы мен әкесі де өзінің қоғам қайраткерлері, танымал адамдар болған деседі. Өз заман ақиы бола білген ұлы тұлға Баянауыл баурайындағы Найзатас деген дүниеде 1858 жылы Ережеп айының жұма күні 5 уақытында дүниеге келген. Өзінен кейін Қасен мен Мадина деген артынан ерген бауырлары бар екен, ал өзінің әкесінің шындап қойған есімі Адам Жүсіп болған. 8 жасында әртүрлі өлеңдерді жаттау таланты арқылы көзге түсіп, Мұса Шормановтан набала заманында халыққа мәшһүр болатын бала екен деп мақтау мадақ естіп, өзінің басына үкі тағып, өлгенше сол үкіні тастамаған деседі. Бізде келесі тақырып арғынның арыстаны мәшһүр Жүсіп. Ислам дінінің кеңінен насихаттағанда хазіреттер мәшһүрге дінтанушы болып қалыптасуына өз ықпалдарын тигізген. Ілім-білім іздеп қашықтықтағы сапарларға, қалаларға 3 рет саяхаттап келген. Ең бірінші сапары 28 жасында болған деседі. Осы жасында діни жоғары оқу орнында білімін толықтырған. Ол әр сапарында өзі барған өңірдегі көнекөз қарияттармен сұхбаттасып, сол жердегі тұрмыс тіршілігін біліп, осылай танысып жүрген кезде сапарлардың бірінде ақан серімен де танысқан деседі. Ол өзінің өмірінің едәуір бөлігін қазақ тарихына арнаған, оның 30 томдық Мес атты жинағын алатын орны ерекше тарихта. Бұл шығармалар жинағында қазақ тарихының басынан аяғына дейін құнды деректер қалдырылған. Бізде қазақ түбі шығармасының саяси тұлғалар образы негізгі автордың басты мақсаты ел тарихына байланысты халық ауыз әдебиетінің жинақтау. Автор халық ауыз әдебиетінің үлгілерін, тарихи фактілерді сипаттау барысында қосымша дерек көз ретінде көрген деседі. Мәшһүр мұрасының құндылығы сол. Ол біздің заманымызға дейін болған оқиғаларды тарихи тұрғыдан да, әдеби тұрғыдан да қарастырады. Қазақ түбі шығармасындағы саяси тұлғалар образы. Мәшһүр Жүсіп қазақ тарихи туралы жазған бұл еңбегінің бірнеше нұсқалары бар. Ел арасында көп дамыған, алайда мәшһүр мұраларын зерделеу маңыздылығы бізде автор өзі қолданған деректің шын авторын көрсетіп, пайдаланған қолжазбаларын еш өзгертусіз солаймен жазған, алайда қазақ тарихына қатысы жоқ тұстарын алып тастап отырған. Бізде қазақ түбі атты шығарманың кезеңдері 5 кезеңнен тұрады. Ең бірінші кезең бізде Адам атадан Нұхқа дейтін пайғамбарға дейінгі кезеңдер сипатталған. Екінші кезеңде 8-ші және 9-ші ғасырлардағы Оғыз жұртының әңгімелері жазылған. Үшінші кезеңде бізде Қыпшақ туралы, Қыпшақ көппе, жоғайлы қазақ көппе деген мақал-мәтел көп дамыған осы кездерінде.
4-ші кезеңде 13-ші және 15-ші ғасырдағы Мәшһүр Жүсіппен ғана емес, Шәкәрім Құдайбердіұлы, яғни өзінің Шыңғыс ханның ұрпақтарын, шежіресін айтып кеткен. Және соңында қазақ тілінің бір нұсқасында қазақ шежіресінде Шыңғыс хан есімі мүлде аталмай, бірден Керей мен Жәнібек туралы айтылып кеткен болатын. Сол себепті Шыңғыс ханнан Жәнібек Барақұлына дейінгі түп тарихты толығынан тарқатылған. Бізде өзін жазып айтып кеткен Жәнібек ханның билігі, яғни бұл ендігі шежіресі нұсқалары Жәнібек ханның ата тегін, яғни Әбілғазы Баһадүр нұсқаларымен сай болып келіп қалады. Тоқай Темірдегі Өз Темір, Өз Темірден Қожақұл, Қожақұлдан Бадақұл деген ұлы болған. Бізде Жәнібектің өзінің 9 ұлы болған, яғни Жәнібектің толықтай шежіресін жазып кеткен. Келесі бізде Бұрындық хан мен Қасым хан кезеңдері. Бұрындық хан бізде Жәнібектен кейін Бұрындық хан таққа отырады, алайда Бұрындық хан туралы көп мәліметтер жазылмай кетеді. Бұрындық хан ел басқаруда өте әлсіз болған, өзінің халықтарын басқара алмаған деген. Ал Қасым хан кезеңінде бізде көптеген нәрселер айтып кетті. Қасым хан Қасқа жолы деген өзінің жинағын жазып кеткен. Сонымен қатар билік еткен жылы, дәл осы Қасым хан билік еткен жылы 6 ғасырға теңеліп, халықтың жағдайы әл-ауқаты көтерілген. Келесі бізде Қасым ханның баласы Хақназар таққа отырады. Хақназар да бізде елдің аузынан қысқашалап айтып кеткен кезде, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған кездегі заманды қалпына келтірген хан ретінде көреді. Және де ең қызықтысы ол орыс империясының Иван Грозныйдың өзімен елші алмасып, достық, бейбіттігін орналастырған. Келесі бізде Еңсегей бойлы ер есім. Бізде Есім хан туралы деректер өте көп кездеседі. Соның бірінде бізде қазақ түбі нұсқаларында бірнеше құнды мәліметтер қалдырылып кеткен. Есім ханның бізде ескі жолымен оның халық билегенін, оның билеген шақтарын, оның тактикаларын және өзін жазған заңнамасын толықтырып айтып кеткен. Қатаған қырғыны. Қатаған қырғыны бізде негізінен жыршы жырау. Алайда бізде ол 598 жылы Өзбек ханының бітімгершілігін туралы келісім жарияласа да, өзбектермен соғысқа шыққан шайқасқандардың бірі болады. Алайда барлық соғыстарда, шайқастарда жеңіс қазақтарға бұйырғаны туралы жазылып кеткен. Келесі бізде Салқам Жәңгір. Шежіресі Салқам Жәңгір туралы билік еткен тұсы жоңғар шапқыншылар кезінде болғандықтан, оны да айтуды жөн көрген. Оның айтуынша 1603 жылдары қалмақтар тарих сахнасына үлкен күшпен атып кірген деседі. Бізде шамамен Салқам Жәңгір 1680 жылы қалмақтар шайқасында өмірден өткен. Келесі бізде Абылай хан образының берілуі. Негізгі бізде автордың басты мақсаты ел тарихына байланысты халық ауыз әдебиетін жинақтау. Автор халық ауыз әдебиетінің үлгілерін, тарихи фактілерді сипаттау барысында қосымша дереккөз ретінде қарастырды. Мәшһүрдің мұрасының құндылығы сол. Ол біздің заманымызға дейінгі болған тарихи оқиғаларды тарихи тұрғыдан да, әдеби тұрғыдан да жеткізбекші болды. Бізде Мәшһүр мұраларын зерделеу маңыздылығы осында болған. Автор өзінің қолданған деректердің шын авторларын көрсетіп, қазақ тарихына байланысты мәліметтерді қалдырып, қатысы жоқтарды өшіріп, яғни өзінің ой пікірін қосып жинақтаған. Абылай хан образының бізде екінші берілуі қазақ шекарасының оңы мен солы сыртқы жаудан қорғаған хан сұлтандардың ішінде Абылай ханның есімі бізде ерекше белгіленеді, ерекше аталады. Қазақ түбі шығармасында Абылай ханның сұлтан ретінде 20 жасында қалмақтың ханның басын алып, яғни Атығай, Қарауыл жерінде билік құра бастағаны туралы айтылған. Бұл оқиғалар шамамен 1734-1740 жылдар аралығында орын алған. Бізде Мәшһүр Жүсіп те Абылай ханның саяси тұлғасы туралы өзінің сыни пікірін айтып кеткен болатын. Қалмақты сарыарқадан аударып, қалмақтардың құтын айнытып, басына қара күн туғызған Абылай болған. Оның замандай заман адам атаға дейін болған емес деп өзінің пікірін қосып кеткен. Бізде Абылай сұлтан және орыс елшілері оқиғасының бірінші нұсқасында Абылай ханның ордасында 30 орыс елшісі болған, яғни сол кезде орыстар паналайтын үй іздеген. Тура осы оқиғанда Абылай ханның образында Мәшһүр Жүсіп қосуды жөн көрген. Келесі бізде Абылай ханның образының келесі берілуі, ол бізде өзінің көріп тұрғандай досын
достығы туралы айтып кеткен. Өзінің басқа ұлттармен тең-бе-тең, терезелері тең болып, яғни достықты, бейбітшілікті қатар ұстап отырғаны айтылған. Келесі бізде образ Абылай ханның жұрт көзіне көріне бастауынан басталады. Яғни ол басында осы Сабалақтың бойынан асыл тұқымға қатысты бірнеше өзінің таланттарын көрсетеді. Абыр-сабыр басталған соң, яғни ірі батырлар, жас жігіттер ерлігіне риза болып, Абылай хан көзге түсіп, хан атанып, өзінің билігін, яғни өз абыройын көтереді. Қорытындылай келе, бізде бүгінде мәшһүр қолжазбалардың үлгілері түр-түрлі болып қалған. Ол кезінде мәшһүр көзінің тірісі кезінде өзінің түпнұсқаларын жұрттарға көрсеткен, алайда орыстарға түсіп, орыстар бермеген, рұқсат етпеген мәліметтері сол күйі басылмай қалған. Мәшһүр Жүсіп қазақ елінің тарихын, тарихи шежіре түрі ретінде қазақ түбі өзінің атты жинағында барлығын толықтай жазып кеткен. Алайда тарихта бұл шығарманың алатын орны өте зор, үлкен. Бізде мәшһүр Жүсіп өзінің ой пікірлерінде қалдырып кеткен әр тақырып бойынша. Біздің қазақ мысалы ұмытшақ оқуға сенер, жаңылшақ жазуға сенер деп оқуды да, білімді де қажет етпеген деседі. Алайда ауызша есте сақтау қабілеті арқылы, құйма құлақ жандары арқылы ауызбен айтқанды бірінен бірін жеткізіп, өздерінің білімін солаймен қалдырған деседі. Менің ойымша, Қазақстан тарихын сараптау жұмысында мәшһүр Жүсіп шежіресінің алатын орны әрине ерекше. Орыстың отарының қарсаңында шынайы тарихи мәліметтерді цензурадан өткізбей қойған. Алайда қазір мойындап кетсек, сол кездерде орыстардың рұқсат етілмеген мәліметтері әлі күнге дейін жетілмеген. Бізде орыстардың берген деректермен, тарихтармен оқытылып кеткен болатынбыз. Осылай сондай кезеңде пайдаланылған әдебиеттер бізде көбінесе мәшһүр Жүсіптің мұралары туралы кітаптар, мәліметтер ғаламтор желілерінен алған болатынбыз.